именно 14 километр газопроводты бірінші очередь бұл кісілер испытание жасау керек. Вообще бұл жерде испытание, гидравлический испытание болу керек та, енді қазір күн суып кетсе, гидравлический испытание тағы да кері әсерін тигізеді. Енді осыны шұғыл түрде ұйымдастыру керек деп тапсырма берілді осы 2 апта бұрын Арал ауданы әкімдігіне. Осы жұмыстар жүргізу керек. Ал енді кезекте агресс установкасы бойынша оның ішкі жұмыс ішіндегі оборудованиелер алдында эстакизеті жоқ деп авторлық қадағалаушыдан кері әсер тиген. Оған Алматы қаласына барып сөйлестік. Қазір құрылыс экспертизасы мен строительный экспертизасын жүргізіп, соның заключениесін апарып авторға өткіземіз ол кісіге. Сонымен көрсетеміз, что нормаға сәйкес барлық сниптерге сәйкес деп өткізіп, сосын барып оның келісін аламыз. Негізгі жұмыс агресспен осы 14 километр подводящий газопроводты жұмыс жасау керек. Бұл жерде гидроиспытание 125 килограмммен жасалынады, Нұрбек Машевич, высокое давление. Жасаңыз, ноябрьда қосуға мүмкіндік бар ма? Айтып отыр ауданы. Қиын ба? Айтшы шын. Қиын, Нұрбек Машевич. Қашан қосылады? Жұмыс ұйымдастыру керек. Қашан қосылады? Мердігер мекеменде адамдар жоқ. Біз барған кезде ғана бір 2 адам жүргізіп қояды, болды. Бер органдарға. Неге бермейміз? Күтіп отырамыз да. Беріңдер.